Қазақтың Наполеоны. Қоршауда тұрғанда да жеңген батыр. Че Гевараның өзі бас иген қолбасшы. Бауыржан Момышұлы ерлік пен шеберліктің символы. Ұлы Отан соғысының азаматтық қаһарманы, дара талантты қолбасшы Бауыржан Момышұлының есімі тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде ерлік пен әскери данышпандықтың рәмізіне айналды. Қоршаудан шығу шебері осылай атаған еді. Әскерилер оны қиын, қыстау жағдайларда жауынгерлерін құтқарудағы ерекше қабілеті үшін 1941 жылы Мәскеу маңында жау шеңберіне түскен батальонын қана қарсы шабуылға шығарып қоймай, соққы беріп, Қызыл ту орденіне ие болды. Бірақ оның атақты марш, маневрі жылдам қозғалыс пен қолық шеңберлердің авторы ретінде тарихқа енді. Волоколамск маңында полкі толық қоршауда қалған кезде, ол көшпелі топтар тактикасын қолданды. Кішігірім отрядтар әртүрлі бағыттан шабуыл жасап, жауды шатастырды. Жау саны көп деп ойлап, алдын ала қарсылық көрсеткенде, негізгі күштер Қазаннан шыға білді. Таңғажайып факт, оның даңқы Кубаға дейін жетті. Атақты революционер Че Гевара Волоколамское шоссе кітабын оқып, қазақ қолбасшысының әскери өнеріне таң қалды. Оны соғыс өнерінің генийі деп атап, кубалық партизандарды дайындау бағдарламасына енгізді. Мен оның қол астында соғысқым келеді деп мойындады Че. Ресейде де қастерленеді. Мәскеуде және Волоколамскте оның атымен аталған көшелер, музейлік мектептер, мемориалдық тақтатар бар. Поклонная тауындағы Ұлы Отан соғысы музейінде бүкіл әлемдік қаһармандар галереясында Панфилов дивизиясының ерлігіне арналған арнайы бөлім орын алған. Өмірінде Кеңес одағының батыры атағын алмады, ғана 1990 жылы қайтыс болған соң марапатталды. Бірақ Момышұлының өзі, мен погондағы жұлдыздар үшін емес, халқымның еркіндігі үшін соғыстым деп айтқан еді. Оның тактикасы әлі де әскери академияларда оқытылады, ал есімі ерлік пен тайсалмайтын еріктің символына айналды.